Сәлем, бүгін біз сіздермен бірге энергия жайлы Файт-Колорадодан біраз симуляциялар қарайтын боламыз. Так, давайте мына жақта энергиялардың диаграммасын шығарып қояйық. Өздеріңіз білетіндей, кинетикалық энергия, потенциалдық энергия деген тақырыптардан сәл хабарларыңыз бар деп ойлаймын. Давайте бір қайталайық. Мына жақта бізде потенциалдық энергия дегеніміз не? Ол біздің относительно положение тел, да? Например, қараңыз. Мына жақта мынау адам жерде тұр делік. Мен оны жерден көтеріп жатырмын. Оның мына жақта диаграммада потенциалдық энергиясы өсіп жатыр, иә? Өйткені ол оның қаншалықты биікте тұрғанына байланысты өзгеріп тұратын дүние. Мына жақта тотал деген пока полный денеге әсер етіп тұрған энергиялардың қосындысын айтып тұр. Ол тек қана потенциал ғана бар қазір. Егер мен осыны осы жаққа қойып, жерге қарай құлатсам, көрдіңіздер ме? Оның кинетикалық энергиясы өссе, жаңа қараңыздар. Вот. Енді осы жақта мынаны өте салайық. Мынау кривой, не деп айтсам болады, қандай да бір скейт болсын. Осы жақтан бастайық. Мына жақта бастайтын кезде бұл қандай да бір биіктікте тұр. Оның тек қана потенциалдық энергиясы бар. Егер ол қозғалысты бастаған кезде, оның кинетикалық энергиясы болады. Қараңыздар. Және осы жақта көріп тұрғандарыңыздай, оның тотал энергиясы бір қалыпты тұр, өзгеріп жатқан жоқ. Оны былай айтсақ болады. Тұйық ортада, то есть жоқ, ортада емес, не деп айтсам болады, тұйық система не деп айтады? Вот, олардың потенциалдық энергиясы мен кинетикалық энергиясының қосындысы, яғни ортақ энергия всегда сақталып тұрады. Тұйық жүйеде, есіме түсті ғой. Енді осы жақта бұл екеуінің неге мынандай бір-біріне қатысы былай өзгеріп жатқанын айтайын. Қараңыздар, бұл мынау қыз ең жоғарғы нүктесіне шыққан кезде осы жақта ол, қараңыздар, давайте, ең жоғарғы нүктесіне осы жаққа шыққан кезде, мен тоқтатып қалдым, оның кинетикалық энергиясы почти жоқ, өйткені ол осы нүктеге барып тоқтайды, движениесін тоқтатады. Ал бізде кинетикалық энергия оның жылдамдығына байланысты еді ғой. Жылдамдық жоқ болса, кинетикалық энергия да жоқ деп алайық. Осы жақта тек потенциалдық энергия максимумын көрсетіп тұр өзінің. Енді, давайте, қозғалысқа енгізейік. Міне, түскен сайын, вот мына ортасына келген кезде, міне, кинетикалық энергия жай көбейіп келе жатыр, Міне, давайте, ортаға түскен нүктесін тоқтатайын. Вот. Тұршы досым. Жоқ, тұрмайды екенсің ғой. Давайте қазір. Вот, осы жақта потенциалдық энергия почти ең минимумында, ал кинетик энергия почти максимумда тұр, Яғни осы нүктеде ол максимально көп жылдамдықпен жүреді. Кейін арғай жоғары көтерілген кезде ол өзінің жылдамдығын жоғалта бастайды. Мына нүктеде уже почти, вот жоғары мына нүктеде почти жоғалтады. Дәл сол цикл қайталана береді. Осылай, сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Сау болыңыздар.